Бүгін 18 қаңтар. Италия, Самараты. Малпенсінің қасында. Қаңтарда мұнда мұз, қар болмайды екен. Көшелерді көрсетіңіз деп айтты біреу. Көрсетейін сендерге. Реальный. Бүгін жаяу жүрмін. Жақсы болды ғой. Осында жаяу жүріп, кішкене фитнес-клубтың орнына. Астанада то машинаға отырып аламыз. Күн аяз деп. Көп жүрмейміз. Қыста. Қызық үйлерді. Бұл Галарат екен ғой. Ана Самаратыдан кіріп, Галаратыға кірген екен ғой. Шығып, Самаратыдан шығып, Галаратыға кірген екен. Короче, мұнда қала бір-біріне жабысып тұр ғой. Қайсына кіріп, қайсына шыққан өзінде білмей қалам. Бүгін осылай бір 4-5 километр жүріп келе жатырмын. Бір пәтерді қарап едім. Мұнда арендаға пәтер табу үшін бір айға өте үлкен проблема екен. Көбі бір айға тапсырғысы келмейді. Даже гарантийный ақша берсең де көбі шетелдіктерге прям қорқады екен. Сұраған ақшасы берсен де біздің елде бәрі неке опынға екен бәрі де. Мұнда контракт істеу керек 4 жылға. В основном квартираларды 4 жылға. Комнаталарды 3 айдан бастап төлейді. Еще гарантийный 3 айдың ақшасын беру керексің. В общем, солай. Сол бір пәтерді көрдім. Что-то алыстау екен. Енді көрейін. Басқаларды көріп, бағасымен салыстыру керек. Міне бүгін 18 қаңтар 23 жыл. Галарат деген қала. Лайктарыңызды аямаңыз, басып қойыңыз. Ол маған мотивация болады. Адамдарға ұнады деп сөйтіп андай красивый сказка қылтатын уақыт жоқ. Ол үшін бірнеше адам келіп, мұнда жақсы монтировать етіп, бәр жерге барып түсіру керек.